Всем привет! Достар, қосыла беріңіздер. Сұрақ болса қоя беріңіздер. Сәлем. Ал мен бүгін давайте распаковка істеп тастайын прямой эфирда. Рахмет. Жаңа ғана сәрінге. Энемис прикол ұстайды. Короче, қыздар, мен распаковка всегда түсірем да негізі. Сәлем. Лаура ханым, саламатсыз ба? Распаковка түсірем, кейін салуға уақытым болмай кетеді, кейін ол ескеріп кетеді, уже не актуальны болып қалады. Я решила постоянно распаковкаларды прямой эфирда сразу көздеріңізше ашып, өтірік мақтай бермей, көздеріңізше ашамын, как есть көрсетемін. Жақсы болса жақсы, рахмет құдағи, жаман болса жаман деп айтамын. Бірақ салмақтарын кейін комментарийда ма бір жерде жазам, потому что я все уже не помню. Қазір ғана мен Достық микрорайон жаққа, короче, жердің бір жервасына товарға барып келдім. На ладушке жақта тоқтап тұрмын. Хочу сразу вам показать. Короче, давайте көп созбай бастайық, кейін прямой эфирді сақтап қоямын. Кому нужно, потом посмотрите. И комментарийларда салмағын, келген бағасын бәрін жазам. На жерде менде қайшы жоқ. Придется кілтпен ашуға, короче. Өзім қандай товарлар келген екенде білмеймін, шынымен. Әртүрлі каргомен заказ берем мен, чтоб қайсы қанша күнде келетін көргім келеді, и заказ бере берем. Сонымен міне. Бірінші товар осындай коробкада, как раз машинама сторис түсіргенге, телефонды қойып қойғанға осындай держатель заказ берген болатынмын. Бұны құрастыру керек екен, кейін құрастырып көрсетем. Ішінде осындай телефон держатель. Осылай телефон қойып қоясын. Атомна сторис түсіру үшін мен передний панельға қоямда, мынандай ұстайтынын сынып қалған еді. Осындай граммы 200 грамм ба, 300 грамм ба, сондай ақ. Бұған 500 теңге ма, сондай төледі келуіне. Смотрите, мына товарларды мен қазір ашам. Бұл жерде 4 товар получается. Қайшын болмай тұрған қараңыздар. Что-то я не учла. Шығып кете саптым үйден. Кстати, бірете второй подбородок деген мынау ғой. Осын алып тастағым келіп жүр. Ертең вторник ба, ертең мен сон уколына барамын, алдыртып тастайым. Аса қымбат емес екен, 14 000 теңге деді. Рассасывающий укол салат. Сосын бандаж киіп жүресін, и мынау кішкене бүйтіп тартылады. Атом вообще ұнамайды видеоларды бүйтіп жаман болып түседі. Особенно фотосессияға барған кезде жаныңнан қатты көрініп қалады екен. Қыздар, мынау таблетница. Андай таблетки, витамин салып жүретін. Мен анау постоянно витаминдер ішем ғой, и кейбір кезде ұмытып кетем да. Дәу банканы үйден алып жүргім келмейді. Сол үшін осы жерге 5-6-5-6-дан салып жүру үшін алдым. Осында 4 секциясы бар. 4 секциясы бар. Ойымдағыдай келді, в общем. Кішкентай зат, много не весит, но нужная вещь. Кстати, осыны Wildberries'та страшно қымбат сатады. 10 есе кіріп көрсеңіздер болады. Әжептәуір пайда табуға болады. Еще жақсы өтеді бұлар. Каспиде де сатуға болады, кстати. Так, екінші зат кетті. Енді салмағына қанша төлеген, өзіне қанша төлеген бәрін жазам. Так, мына жерде екі зат. Бұл өзіме заказ берген наушники. Мынандай наушник қой. Бірақ бұл необычный, ал мынау, короче, мынау өзі зарядталады да, ішінде зарядталып тұрады. Еще, короче, маған ұнады, еще арзан келді бұл. Қалай ашатынын білмейді екен. А вот, смотрите. Айфонның наушнигін алғым келмеді. Сәлем. Сәлем. Потому что олар слишком қымбат. Мен iPhone наушнигін сонша қымбатқа не вижу смысла алуға.
потому что ол жоғалып қалады. Короче, не хочу из-за понтов. Не, смотрите, он уже заряжается. Осындай сенсорный. Ішінде қанша зарядка бар екен көрсетеді. 83% деп мына жерде тұр. Мынау мне құлағына тығып қоятындары, чтоб удобно было. Маған өзіме осы удобно. Айфонда бұндай жоқ. И мынау зарядтайтын шнуры. Осындайдың екі кешіресіздер. Сәл машинадандай ыңғайсыз болып жатыр ше. Осындайдың екі штугын заказ бердім. Біреуі қара, по-моему, біреуі ақ. Ағын өзіме алып қалам, қарасын көреміз. Может, кому-нибудь подарю, может, продам. Желающилар болса, алуға сатам, короче. А жоқ, екеуі де ақ екен. Не буду открывать. Ішіне еще купон, бір нәрселер салып жіберіпті. Потом это я сама посмотрю. Бірақ арзан түсті, короче, маған. Осы жерде мен күйеуіме алдыңғы жылы, помню, 40 000 теңгеге алған болатынмын. Трендиол ма? Жоқ, трендиол біздің карго 6-да 2 еді, қазір 6,5 қылып қойыпты. За место $5 алады. $7 болған естімедім. Смотря қандай карго шығар. Ссылкасын я берем. Комментарийда маған жазыңыз, потому что я потом могу забыть. Комментарийда жазсаңыз, мен жауап берем. Сол жерге ссылка қалдырып кетемін. Или сториста может. Так, мынау аяқ киім. Купонның уақытысы болады, қыздар. Ар купонның өзінің уақытысы болады. 1 апта деген. Сол үшін именно бізге келген купондарды біз қолдана алмаймыз, потому что олардың уақытысы өтіп кетеді. Ал сайтта сатушы берген купонды сол мезетте қолдана аламыз. Оны мен өзім сабақтарында оқытамын, қалай дұрыс қолдану керек екен. Кстати, соған видео түсіремін. Ал именно бізге келген купонды біз қолдана алмаймыз. Сайттар өткен Қытайдың ішінде ғой, олар максимум 1 апта, 10 күнге сондайға ғана алады. Ол пока бізге жол жүріп келем дегенше біз үлгермейміз оны қолдануға. Телеграмға, я Әсемгүл ханым саламатсыз ба? Обязательно салам. Осы заттарды. Қазір мен негізі көп ссылкаларды көмекшім салып жүр, потому что мен үлгермеймін, шын айтқанда. Но давайте маған напомните в директ или в WhatsAppқа. И мен бүгін обязательно түнде отырып, барлық өзінің алып, жүрген заттарымды, ұнап жүрген заттарым бәрін салам, хорошо? Смотрите, мынау племянницама аяқ киім. Келінім, сіз заказ бересаңызшы деп ақшасын аударған болатын. Сіздікі тез келеді дейді, бәрінкі. Менкі сіздердікіндей кәдімгідей келеді, маған ешқандай привилегия жоқ, оған бөлек ақша төлемеймін. Осы заттар ноябрьдің басында, өтірік айтпай қойын, өзінің беріп жүрген оқушыларыма каргомен именно мына заттар 6 күні түскен тұғын складқа. Получается, бүгін қаншасы 28 ма? 22 күнде общий Алматыдан Шымкентке Қытайдан келумен 22 күн кетіпті. Не, смотрите. В принципе, 22 күн тез өтіп кетеді. Мына қыстық аяқ киім, овчина, іші міне овчина. На замке замок, асты осындай міне. Әдемі екен, маған түрі ұнап тұр. Пока барлық заттар ойыннан шығып жатыр. Тем более өздеріңіздің көздеріңізше ашып жатырмын. Жоқ, менікі инэкспорт карго емес. Мен инэкспортпен жұмыс жасамаймын. Жаман деп айтып жатқан жоқпын. Қыздар, просто жұмыс жасамаймын. Инэкспорт бұрын маған Түркия кезінде трендиол мен жұмыс істеп жүрген кезде ұнамағандығын кешігіп, заттарды жоғалтып, көбісі андай жаман деп жазды да, одан кейін я с ними перестала работать. Қазір нормально кеватыр дейді. Қыздар, каргоның атын жазбаймыз бұл жерде. Маған өзім жекеме жазыңыздар, сұрақтарға жауап берем. Потому что бұл жерде менің оқушыларым емес те отырады. Так, смотрите, мына жерде 2 двойка. Біреуін қызыма алдым, біреуін сатып жіберем. Не үшін екеу алдым, потому что 120 и 130 ростовка алдым да, қайсы қызыма келет. Потому что әр кезде әртүрлі шығады, я стараюсь всегда 2 штуки заказывать. Қызыма келгенін өзіне кидірем, қалған сатып жіберем. Сатқанда мен өзінің бағасына сатам, андай үстіне қоймаймын. Потому что все равно я для своих детей беру. Қараңыздар.
мынандай двойка келді. Смотрите, вот двойка, розовая, резинка, манжет, мынандай жазу бар, қалтасы бар. Садикке кигенге ғой, в общем. Бұл да арзан түсті, қатты қымбат емес. Смотрите, осындай кофточкасымен мен 130-ды ашыппын. Бұл, по-моему, үлкендеу болады. И большая 120 болып қалатын шығар. Манжет и осындай пайеткасымен. Что медвежонок говорит, екен, қараңыздар. Әдемі, прям, и ткань такая мягкая. Качествосы күшті, можете сами убедиться, қараңыздар. Нигде ниточки не торчат, іші флис, тігістерін бәрі өте тамаша. Алдындағысы да әдемі. Вот. Осы видеомен, осы прямой эфирмен я надеюсь доказала, что товарлар жақсы болып келеді. Специально товарларды последнее время сіздердің көздеріңізше ашып жүрмін, чтоб сіздер көздеріңіз жетсін деп. Қанша теңгені екенін қыздар есімде емес, мен прямой эфирда сразу ашып жатырмын да, кейін комментарийда сұраңыздар. Мен барлықтарыңызға жауап беремін. Есептеп, қаншаға келген бөліп, өз бағасын қосып, хорошо. Мен қазір алдым бұл товарларды. Қазір алдым, и өздерің көзіңізше сразу на месте по горячим следам ашып тастайын. Өткен үйге барып мен видео түсірсем, оны монтаждау керек. Оған уақыт көп кетеді, во-первых. Во-вторых, мен кейін оны ұмытып кетем салуға. Керін уже устаревший видеоны салғым келмейді, шын айтқанда. Осы заттар, короче, 5-6 зат. Мен Нұрсатта тұрмайым, қыздар. Мен Тасайда тұрамын. Нұрсатқа жақын жерде. Біз жақта кофейня, онда ештеңе жоқ қой Тасайда. Сол үшін мен Нұрсатқа жиі келем, осы ладушкиға, кофейняға, сосын балаларым Востокқа, садикқа барады. Біз жақта государственный садик жоқ. Сондықтан осы жақтан өтіп балаларыма барам по-разному. Бірақ Нұрсат жақта көп жүрем, я видео түсіруге келем, әдем жерде. Парктерде видео түсірем. Сол, мне мынандай купондар салып жіберді. 2 юань, 1 юаньға, они уже не действуют. Так, негізі бірақ сайттың өзінде купонды қолданатын болсаңыздар, әжептәуір скидкалар алуға болады. Тем более Pinduodu'да чем больше вы берете, тем лучше. Потому что мен 16.88 Taobao Pinduodu'ны жиі салыстырамын да. Любой затты алар кезінде уақытым болса 3 сайтты да салыстырып отырамын. И иногда замечаю, бір зат алсаң Taobao 16.88-де арзан болып тұрады да. Бірақ именно 5-6 заттан алатын болсаңыз, Pinduodu'да 5-6 зат бірден алатын кезде жақсы скидка жасайды да продавец. И кейін сол заттың көлеміне бөлсең, там даже дешевле выходит, чем 16.88 бен Pinduodu'да. Сөйтіп, именно осы киім, аяқ киім, сондай нәрселерге прям күшті скидкалар береді. Но именно мелочевкалар, 1000 мелочейдің заттары, там косметика, банный сумки, тарақ, анау-мынауға 16.88 по-любому жақсы. Ол жерде тем более анандай магазиндар бар, 50, 100, 200 мың штуктан жоғары алуға болады деген. Сондай магазиндерден алсаңыз вообще тиын арзан түседі и үстінен жақсы қойып сатуға болады. Вообще негізі мен рекомендациям именно менен оқыңыздар деп жатқан жоқпын. Taobao 16.88 Pinduodu үшеуінде меңгеріп алып, толық оқып алып, солай салыстырып, солай алып жүрген дұрыс. Тем более, если сіздер саудамен айналысатын болсаңыздар, бизнес жасап жүрген болсаңыздар, тек қана бір сайтқа тоқтап қалмаңыздар. Так, оранжевый мөлдір ханым-ау деп ойлаймын. Оранжевый? Оранжевый емес қой, бордовый. Сіздің карго Ақтөбе қаласына отдел бар ма, әлде Ақтөбе төлеу керек па? Қыздар, қараңыздар, мен осы жерде сіздерге түсіндіріп кетейінші. Отдел деген ол сборный отдел ой. Ол қазір барлық карго істеп қойған. Әр қалада сборный отделдарды ашып қойған, сборный складтарды ашып қойған. Любой карго. Бірақ сіздер ойламаңыздар, сборный бар болса, значит, до Ақтөбе или Ақтау, Уральск, Петропавловскта сборный бар болса, доставкаға төлемейміз деп. Қарасаңыздар, таможня ол Алматы жақта.
Алматыға затыңыз келет, ол жерде по-любому сортироваться етілет. Даже ол жерде сортироваться етілмесе де басқа қалаға жіберілет. Басқа қалаға каргоға қатысы жоқ автобус, жаңағы фура, солар апарат. Олар да өзінің жаңағы бағасын, өзінің ақшасын алу керек қой, ешкім тегін жұмыс жасамайды ғой. Сол үшін қандай карго болмасын, үстіне перегрузға, перегруз деген это загрузчиков, олар түсіретін адамға да төлейді. И Алматыдан басқа қалаға жеткізгенге сіздер по-любому төлейсіздер. Даже сіздерге төлемейсіз деп айтқанның өзінде, егерде менікі барлық төлейсіздер деп айтады. Егер сіздердің карголарыңыздың біреуі төлемейсіз деп айтса, значит олар заттың килограммның үстіне еще қосып тұр деген сөз. Егер сіз салмағыңызды төлеген ақшаға бөлетін болсаңыз, кішкене $4,5, $5 деп айтса, содан асып тұрады. Значит олар за доставку алды деген сөз. По-любому любой карго алады, перегрузға да, басқа қалаға жеткізгенге де. Осы естеріңізде болсын. Оқыңыз келсе, мархаба, мен кез келген уақытта оқытам. Тауба 1688, тем более менде индивидуально, ол чатта емес, мен бөлек оқытам оны. Ол жерде еще созвон бар. Бірақ қыздар естеріңізде болсын, Тауба 1688-ге міндетті түрде загранпаспорт қажет. Міндетті түрде. Ол загранпаспортсыз тіркелмейді. Сосын сами даже не пытайтесь регистрироваться, потому что ол жерде блок деген 100 адамнан 90 адамды блокқа жібереді. Если вы жолдарын білмесеңіз. Сол үшін нормально оқытатын адамда оқыңыз. Бекерге телефон номеріңіз блокқа кетіп қалады. И желательно актив номер болған дұрыс. Активқа тез келет, смс-тердің барлығы тез өткізет. Басқа операторларды иногда тормозит етіп, сол үшін да блок болып қалуы мүмкін. Нет сети деп. Асем ханым, именно нені вы как думаете деген. Онша түсінбедім. Сол қыздар, көздерінше распаковка жасап тастадым. Үлгермеген қыздар, көрмеген қыздар, сол жақтан көрсеңіздер болады. Сохранить етіп қоям, точнее. Кішкене ойым бөлініп тұр. Загранпаспорт жоқ болса, любой адамдікі бола береді, бір рет тіркеп болса болды. Тіркеп берсе болды да, сіздікін. Но именно тіркеліп отырған кезде ол кісі қасыңызда болу керек, потому что программа сканирует и паспорт, и сол адамның түрін сканировать етеді. Суреті, видеозвонокпен деген болмайды. Регистрация кезінде, егер басқа біреудікін қолданып отырсаңыз, ол кісі қасыңызда болу керек, міндетті түрде. Бірақ болады. Ол кісіге ешқандай ол әсері болмайды. Біреулер ойлайды, налоговый, кредиті бір нәрсеге әсер болады, ойбай, ертең жаман жағынан да. Ондай ешқандай әсері жоқ. Просто ол сайтқа сізге тіркеп береді, болды. Кейін ол болды, паспорт қажет емес, ол адам қажет емес. Сол жағынан көбісі қорқады, андай мышление ғой, енді кішкене бұрынғы заманның. Бәріміз сөйтіп ойлайтын еді ғой, мен де солай ойлайтын едім. Так что басқа бір кісінің, достарыңыздың, соседтеріңіздің, подругаларыңыздың, туысқандарыңыздың паспортын ала тұрып, сол кісіні регистрация кезінде қасыңызға отырғызып қойып, өтсеңіз болады. Бір рет тіркеліп қойған загранпаспорт болады, қыздар. Осыны да көбісі білмейді екен. Бір паспорт 5-6 ретке болады. 5-6 рет демей қойын, 4-5 ретке болады. Но новый номер болу керек та, бұрын тіркелмеген, бұрын блок болмаған. Желательно актив номер. И сет жақсы ұстайтын жерде отыру керексіздер. Қой қыздар, мен бір кофе барып ішіп алайын, басым ауырып кетті, или из-за погоды. Сосын стористар салам отырып, потому что әлі садикке дейін біраз уақыт бар екен. Қазір 5-те еще қызымның танцы бар, 5:30-да. Оны апару керек. Үш баламен жынды болып кетем ана жерде бір өзім отырып.
Қыздар, хабарласыңыздар, любой курс керек болса, бәріне жауап берем индивидуально. Сосын ана шапка профилі да, менде инстаграмда ссылка бар, Тильда сайтына. Сол ссылкамен өтетін болсаңыздар, сол жерде барлық ақпарат айтылған. Мен жайлы, сайттар жайлы, қайсысы қанша теңге тұрады, барлық информация бар. Толық сол жерден оқып, көріп жазсаңыздар болады. WhatsAppқа да ссылка бар сол жерде. Ал баршаңызға, менімен болғандарыңызға рахмет. Распаковка ұнаса, міндетті түрде лайк қалдырып кетіңіздер, комментарий жазыңыздар. Барлық ссылкаларды комментарияда сұраңыздар, мен жауап беремін.